Бауырды мейізбен тазарту. Қарапайым бірақ жұмсақ детоксикация әдістеріне бауырды мейізбен тазарту кіреді. Кептірілген хош иісті және дәмді өнім пайдалы қасиеттерге ие. Оның емдік күшін сезіну үшін сізге қарапайым рецепті бойынша отвар дайындау қажет. Мейіз қабығының пайдасы. Мейіз қоректік заттардың теңдестірілген кешені бар қоректік кептірілген жемістер. Өзіңіз бағалаңыз. Оның құрамында ақуыздар, көмірсулар, майлар және А, В, С, Е дәрумендері бар. Фолий қышқылы, кейбір микроэлементтер, темір, мырыш, селен, кальций, магний, натрий бар. Бірақ ең бастысы инулин бар. Инулин таңғажайып қабілеттері бар ерекше зат. Тіндердің қалпына келтіру қасиеттерін күшейту. Организмнен токсиндерді алып тастаңыз. Иммундық жүйені нығайту, бауырдың жұмысына оң әсер етеді. Сондай-ақ жұмсақтығы үшін бағаланады. Холеретикалық әрекет ағзалардың бауыр мен өт қабы өнімді жұмыс істеген жылдарында жинақталған биологиялық улар мен басқа зиянды қосылыстарды кетіре отырып арналарды тазартады. Айта кету керек, ауыр аурулары бар адамдар үшін бұл жұмсақ тазалау айтарлықтай көмектесе алмайды, ал оны профилактикалық әдіс ретінде өткізетіндер бар. Процедураның тиімділігі көбінесе ас қорыту жүйесінің күйіне байланысты. Сондықтан оны ішекті тазартқаннан кейін бастаған жөн. Әртүрлі әдістерді қолдану мүмкін болмаса, талшықты бір ай ішінде мүмкіндігінше жиі қолдануға тырысуға болады. Ол көкөністер мен жемістерде әсіресе қырыққабат, алма, банан, апельсин, қызылша және басқа жемістерде кездеседі. Сондай-ақ осы мақсатта дәрігерге арнайы бару арқылы рәсімге қарсы көрсетілімдерді алып тастау керек. Ол ультрадыбыстық сканерлейді және алынған нәтижелерге сүйене отырып детоксикацияға жол береді немесе тыйым салады. Мейізді қалай таңдауға болады? Тиісті өнімді таңдау бұл жарты мәселе. Тазалау үшін сіз кішкене мыжылған, күңгірт, жылтырсыз, таза, орташа қаттылықтағы мейіздерді алуыңыз керек, өңделмегендіктен. Сондай-ақ кептірілген жемістердің иісін ескеруіңіз керек. Ылғалдылық, тәттілік, бензин, хош иісі болмауы керек. Бұл өнімді өңдеу немесе сақтау ережелерінің бұзылуын көрсете алады. Сабақтары, яғни құйрықтары бар және жоқ мейіздер арасынан біріншісіне артықшылық берген дұрыс. Мұндай элементтердің болуы белгілі бір дәрежеде тағамның балғындық дәрежесін көрсетуі мүмкін. Бауырды тазартуға арналған инфузия. Жарты ас қасық қайнатылған жылы су, шамамен 400 мг. Мейіз қосылған стаканға шетінен су құйыңыз және 24 сағат бойы тұндыру. Өнімді таңертең дайындаған жөн. Келесі таңертең аш қарынға стаканның құрамын ішіп, онда қалған кептірілген жемістерді жеп қойыңыз. Профилактикалық курс 1 ай. Оның ішінде 4 рет тазарту қажет, аптасына 1 рет. Күніне 2 литрге дейін сұйықтық ішіңіз. Сондай-ақ тыныштықты сақтау және стресстік жағдайларды болдырмау маңызды. Бауырды мейізбен тазарту көптеген аурулардың алдын алудың жылдам әрі тиімді әдісі. Ол жүзеге асырылғаннан кейін сізге арнайы диетаны ұстанудың қажеті жоқ. Егер қаласаңыз, күнделікті 100 грамм мейізді тұтынуға болады. Сол арқылы денеңізді үнемі жақсартады және жасартады.